Сәлем достар, Психобом каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мінезіңізге не жетіспейтінін анықтаймыз. Суреттен сіз өзіңізге жақын 4 құстың біреуін таңдайсыз. Ал кеттік онда, ойланып, бір құстың суретін таңдаңыз. Егер сіз павлиннің суретін таңдаған болсаңыз, сіз айналаңызға шынайы көзқараспен қарайсыз. Көз тиюден сақтайтын заттарды тағу. Бұндай нәрселерге сіз жақын емессіз және сенбейсіз. Сіз тек өз логикаңызға ғана сенесіз. Сіз үшін басқа заттарға сену өміріңізге кедергі келтіретін сияқтанады. Сізге сиқырлы әлемге сену жетіспейді. Егер сіз колибриді таңдаған болсаңыз, сізге қамқорсыздық жетіспейді. Сіздің өмірге деген көзқарасыңыз тым жауапкершілікті. Бұндай жағдайдың болуы сіз өміріңіздегі барлық жетістікке өз күшіңізге жетуде. Өзіңіз үшін демалып сергу бұл екінші орынға қалған мәселе болып тұр. Энергияңызды босқа шашпаңыз. Өмірге деген энергиялық көзқарасыңызды қалпына келтіру қажет. Егер сіз қарлығашты таңдаған болсаңыз, онда сізге белсенділік жетпейді. Сіз қарым-қатынас барысында да, жұмыс барысында да асыққанды ұнатпайсыз. Қандай да бір шешімге келместен бұрын сіз сол жайлы бүткіл ақпаратты бірінші жинайсыз. Содан кейін ғана сіз шешім қабылдайсыз. Бұндай шешімді қабылдау үнемі дұрыс жаққа бара бермейді. Сіз ойланып жүргенде алтын уақытыңыз өтіп кетуі мүмкін. Бүгін жасайтын қадамыңыз ертең керексіз болып қалуы ғажап емес. Мүмкіндіктеріңізді тек ақылмен ғана шешіңіз. Егер сіз үкіні таңдаған болсаңыз, онда сізге прагматизм жетіспейді. Яғни сіз әр нәрсені жоспарлап, талдап отыруды ұнатпайсыз. Сіздің ережеңіз бойынша қазір осында. Яғни жоспарсыз дәл қазір жасау, дәл қазір іске асыру. Дегенмен әр істеген қадамыңызды ойланып басқаныңыз дұрыс. Бұл болашақта өзіңізге зиян келтірмеу үшін. Мінез ерекшеліктеріңізді анықтай білген болсам, каналыма тіркеліп қоңыраушады басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін. Сіздермен болған Психобом каналы.